посетить АО «Алтын Закат». Здесь вас проходит один из казахских национальных видов состязания по казаху. Это только у меня джинсы есть. А кофточка есть? Спасибо, Устпан, хорошо. Хорошо, Устпан. Аяққа ұстан кері. Устпан деп салулар. Айттым ғой. Ана қаратты алды, шаптырмашы. Don't
Это что за игра? Это как? Якутская игра. Какая? Якутская. Якутская? Хамса называется. Хамста? Хамса. Это хамса. Я играю в палочкой. Послезавтра мастер-класс показываем и соревнования будем. Вот два. 3-1. 1-3. Ага. Это 5-1. Вот откуда вам такие самые неправильные вещи, которые начинаете? Не знаю. Жоқ, медет берілген жоқ. Ол барлық жараларын таңып, белін бекем буып, өзінің сүйіктісін іздеп шықты. Ол бірден той жүріп жатқан Бекболаттың ауылына келді. Келді де тойдың болып жатқанын көрді. Және ойламастан өзінің сүйіктісін ұрлап әкетті. Міне нағыз қайсар жігіт өзінің махаббаты үшін күресе білген. Танысаңдар қалай адал махаббатқа. Нағыз жігіттің мінезге. Осылайша қос ғашық той үстінен қашты да кетті. Ой, масқара, той үстінен келіп қашып кетті. Бұған Бекболат не дейді екен? Шыдар ма екен? Әлде көнер ме екен? Ары қарай көретін боламыз. Және өз армандарына жетті. Міне, алдарыңызда қол ұстасып қыдырып жүрген Айсұлу мен Медет. Олар сондай бақытты еді. Олар үшін бұлт сейілгендей, күн жарқырағандай. Бұлбұлдар да олар үшін сайрағандай. Айырылған Бекболаттың да жүрегі жаралайды. Ол ашуға қатты мінді. Көзі қарауытып, екі қашқынды іздеуге шығады. Және ол іздегенін бірден табады.
қыдырып жүрген Медет пен Айсұлуды көріп, ашуға булығып, екеуін қанжармен құлатып түсіреді. Өкінішке орай, Бекболат Медет пен Айсұлуды өлтіріп қояды. Алайда оның жүрегі бақыт таппады, одан сайын қайғырды. Ал Медет пен Айсұлуды тіпті өлім де ажырата алмады. Осылайша махаббаттарына адал болған қос мұңлық өмірден өтті. Нағыз махаббат деген осындай шығар. Мұндай махаббат хикаялары қазақтың кең жерінде көп болған. Құрметті халайық, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен ұлттық патриоттық сарбаз рухы клубы. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Дайын болсақ, төреші санауды жүргізеді. Дайынсың ба? Ал, шығыс балым, бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ölçülmez, kaçı geçiyor? 12, 13, 14, 15, koşumettiniz, 16, arayısın, 17, 18, 19, 20, Слава! 22. Sağdan ayağı kırılırsa toslatasın. Eskirtin. Ayak kırılırsa. Все. Toslatam. 22. Ayak kozalып ket. Kazakistan'ın 20. yılı kutlu olsun. Türkiye'den selamlar. Поздравляем Астана за 20-годишната. Уже тур България. Откуда будете? България. Biz Kırgızстандан келдік, Бишкек шаарынан Арашан элдик фольклордук ансамблдин мүчөлөрү болобуз. Сыздык окуйбуз, мен атым Анара. Жалпы казакстандыктарды, анын ичинде астаналык бордошторду бүгүнкү 20 жылдык мааракеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Астана өнүгө берсин, жашара берсин, ушундай жакшы самалыктар, жакшы көчмөндөр сыяктуу чоң улуттун жүзүн көрсөткөн мааракелер боло берсин. Дагы бир жолу астаналыктар 20 жылдыктарыңыздар менен куттуктайбыз. Кыргызстандан салам. Кадірменді қонақтар, барлықтарыңызды Батыр ауылынан 20 жылдық мәрекеңіз құтты болсын. Қазақ бауырларға башқұрттардан, қадірменді башқұрт елінен қонақтар, нұрдың аса қайнар селам. қадірменді меймандар, барлықтарыңызды Астанаға Батыр көп тапқыр ауылына келдік. Бірге шақырамыз. бек оқшаны, Арнайы сіздер үшін Астананың 20 жылдық мерейтойы әлгі қарсаңында уақытта ортада Уқат Багадур ойын тобының қойылымдық бәйге бара, өнер көрсетуі бәйгені. Болгария елі. Дорогие дамы и господа, уважаемые гости нашего аула, Башқұрт мы тілінен приглашаем сәлем. всех наших почетных гостей. Siz қайдан келдіңіздер? Macaaristan'dan Astana'ga көп салам айтып. Astana'ga туған күнің құтты болсын.
есіңде жасыңда кеуде тосқан жасыңда алаш туы астында ұлы тұрған мәңгілік өрідей тегі бар жері ұйықтай жері бар қазақ деген елі бар ұлы тұрған мәңгілік Енді қазақтың музыкалық аспаптар жайында қысқаша айта кететін болсақ, қазақтың қара домбырасы баршамызға белгілі. Бұл домбыраның 24-25-ке жуық түрі бар. Қозы құйрық, қалақ домбыра, кек шанақты, тағы да басқа атаулары болады. Қазір сіздерге осы Жетісу өңірінің күй мектебінің ірі өкілі қазақтың ұлттық заманауи мәдени өміріне үлкен үлес қосып жүрген азаматтар, азаматшылар көп. Солардың бірі Ақтоты Райымқұлова.
Келесі таныстыратын аспап қазақтың қара қобызы кезінде бақсы балгерлер өздерінің ғұрыптық рәсімдерінде қолданған. Қазіргі таңда бұл кәдімгі күй тартатын ән жыр сүйемел дейтін аспап. Следующая композиция называется «Тазадыля». Это одна из первых композиций нашего ансамбля, ей уже 10 лет. И в этой композиции вы ознакомитесь с таким музыкальным инструментом, как жетіге.